Ассалаумағалейкум, құрметті ойлан қазақ арнасының көрермендері, сіздермен ағартушы мен Енар Маратбек Олсабек. Құрметті қанастар, бүгінгі видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Бүгін Қытайда өте үлкен ауыл шаруашылық форум болайын деп жатыр. Сол форумда жалпы сіздерге көрсетіп түсіретін боламыз. Міне мына жақта ауыл шаруашылық техникалары шамасы. Құрылыс техникалары ма тұр. Міне 2024. Мына жақтардың ішінде осы ғимаратта бүгін форум болады. Біраз техникалар тұр. Су жаңа Қытайдың техникалары. Мына жақта 2024. Міне. Первая встреча презентация специфичных сельскопродукций и мелких товаров Синьцзян, Тюдин, Центральная Азия. Шыңжаң, Тюдин және Орталық Азия деп аталатын ауыл шаруашылық және кіші тауарлардың презентациясы дейді, таныстырылымы. Бүгін осы жерде Қытайдың ауыл шаруашылық өнімдерімен танысатын боламыз. Міне Шыңжаң аумағындамыз. Қазір сіздерге ішін көрсетейік. Аға, ой, кесеңіздерші, оны ашпай аралайсыздар ғой. Міне ұйымдастырылуы өте жоғары деңгейде. Мына құрметті қандастар, мына жерде естелікке өзіміздің қолдарымызды қойдық. Қолтаңбамызды қойып, атымды жазып, бүгінгі күнді жаздық. Мына жақта басталып жатыр. Өте керемет көрме болғалы жатыр. Сол Олжекең тауып алу керек. Мына жақтың бәрінде форум болады. Мына жақтарда тауарлар таныстырылады. Павильондар осы жақта. Мына жерде міне логистика. Олжекең қайда? Соған кетті ма? Ұйымдастырылуы өте жоғары деңгейде. Қаншама делегация келіп жатыр. Мына жақта ауыл шаруашылық өнімдер, әртүрлі Қытайдың тауарлары. Мына жақта да павильондарға кіріп көретін боламыз алдағы уақытта. Құрметті қандастар, міне осылай жалпы. Видеоны алған болса, видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, видеоны бөлісіңіздер. Ең бастысы арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ернар Маратбек Олсабек.